Қайырлы күн достар, Көкшетау қаласындағы 18-ші мектеп лицейінде Сәкен Жүнісов атындағы мұражай ашылды. Қазақстанның халық жазушысы сұлу сөздің сүлей атанған Сәкен Жүнісов музейіне қош келдіңіздер. Алдарыңызда тұрған ол кісінің өзінің қолымен ұстаған домбырасы және де Ақан сері романын жазу барысында қолданылған қолжазбалар бұл әдебиет және өнер музейінің қорынан алынды. Жонып бір алсаң, жарқылдар нағыз алмастар. Алмас бар жерде, алтының оған болмас бар. Әлемде аққудың аздығы секілді, қазағымда Сәкендер аз ғой жолдастар. Деп кезінде Серік Тұрғынбекұлы Сәкен Жүнісовке осындай анықтама берген. Міне, құрметті қауым, бүгін біздің Сәкен Жүнісов атындағы нөмір 18-ші орта мектебінде осы жерлес жазушымыздың, елге елеулі, халыққа қалаулы жазушымыздың мұражайы ашылып жатыр. Ілияс Жансүгіров кезінде былай деп айтқан: елім деген ерлерім болмаса, ерім дейтін кемеңгерді біз қайдан аламыз деген. Сондықтан да әр уақытта елім дейтін ерді елі дәріптеп мақтап болса, әрине біздің өзіміздің артында қалған аманатты орындағанымыз болады.